Саламатсыздар ма балалар? Сабағымызды бастамас бұрын видеороликке көз жүгіртейік. Өздеріңіз көріп отырғандай, осы видеоролик арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын айқындап көрейік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғаламдық мәселелерді шешу. Адамзаттың дамуындағы проблемаларды топтастыру. Ғаламдық мәселелер айырмақтық және жергілікті мәселелерден бірнеше критерийлер бойынша айырмашылық жасайды. Ауқымдылығына, маңыздылығына және шешімнің күрделі болуына байланысты. Сипаты жағынан ғаламдық мәселелер әртүрлі болады. Олардың маңыздылығы қатарына бейбітшілікті сақтау, азық-түлік, экологиялық, энергетика және шикізат, демографиялық, дүниежүзілік мұхитты игеру проблемалары. Ғаламдық мәселелер бұл аталғандармен шектелмейді. Іс жүзінде олардың саны әлде қайда көп. Ғаламдық мәселелер олар өзара тығыз байланысты. Осы мәселелердің ішінен бейбітшілікті сақтау мәселесін бірінші кезекке қоюға болады. Өйткені бүгінгі таңда жер шарында жинақталған қару-жарақтың ең соңғы үлгілері санаулы сағатта миллиондаған адамдардың мерт болуына жеткілікті. Сондай-ақ дүниежүзіндегі азық-түлік қоғамының бүкіл тарихында азық-түліктің жетіспеушілігі әрқашан байқалып отырған. Оған әртүрлі себептер әсер еткен. Дүниежүзі елдерін азық-түлікпен қамтамасыз ету деңгейі бойынша бірнеше топқа бөліп қарауға болады. Ғаламдық мәселелердің пайда болуына және одан әрі шиеленісуіне көптеген факторлар әсер етеді. Соның ішінде жаппай қырып жоятын қару түрлері, экологиялық жағдайдың нашарлауы, дамыған және дамушы елдердің арасындағы алшақтықтың ұлғаюы, сарқылатын ресурстардың азаюы. Сабағымды қорытындылай келе сіздерге екі тапсырма ұсынып отырмын. Бірінші тапсырма: кестені толтырамыз, ғаламдық проблемалардың пайда болуын және оның салдарын. Екінші тапсырмада картаны пайдалана отырып, экономикасы жоғары дамыған елдердің тарауын сипаттап, екі себебін түсіндіріп, осы елдердің ғаламдық проблемаларын топтастырасыз. Сабағымды аяқтауға видеоролик ұсынып отырмын. Адамзат қоғамының табиғатпен қарым-қатынасы қазіргі заманның ең маңызды проблемаларының біріне айналды. Адам жерде пайда болған кезден бастап, оның биосфераға тигізетін әсері үнемі үдеп отырды. Бірақ тек индустриалдық қоғам және демографиялық жарылыс жағдайында ғана адам әрекетінің жағымсыз зардаптары ғаламдық сипатқа ие болды. Қоршаған орта бұған дейін ешқашан байқалмаған қарқынмен ластанып жатыр. Энергетикалық және минералдық ресурстардың сарқылу үрдісі байқала бастады. Антропогендік әрекеттің сан алуан түрлері, жануарлар мен өсімдіктердің көптеген түрлерінің тікелей немесе жанама түрде жойылуына әкеліп соқты. Табиғи ортаның химиялық ластануы, радиациялық жағдай, азық-түлік пен ауыз су сапасының нашарлауы және тағы басқа жағдайлары халық денсаулығының нашарлануына әкеліп соқты. Бірқатар ғаламдық экологиялық проблемалар пайда болды. Парниктік эффекті, озон қабатының жұқаруы, әлемдік мұхиттың ластануы, шөлдену және тағы басқасы. Адамның бұл әрекеті табиғатпен қарама-қайшылыққа түсіп, биосфера адамзат жүйесі барған сайын тепе-теңдік күйден ауытқып бара жатыр деген сөз. Нәтижесінде әлемнің көптеген аймақтарында табиғаттың динамикалық тепе-теңдігі бұзылды. Табиғи тепе-теңдікті қалпына келтіру мәселелері 1992 жылы Рио-де-Жанейрода күн тәртібіне қойылып, тұрақты даму тұжырымдамасына қол қойылып бекітілді. Ғаламдық қоғам табиғат жүйесіндегі тұрақты даму әртүрлі деңгейдегі әлеуметтік экологиялық жүйелерде динамикалық тепе-теңдікті сақтау болып табылады. Адамзат осыны неғұрлым ертерек түсініп, осы жолға түссе, оның жер бетінде тірі қалу мүмкіншілігі де соғұрлым жоғары болмақ.